Сәлеметсіңдер ме, балалар? 2 сынып қазақ тілі пәні. 13 сабақ я әрпінің жазылуы тақырыбы. Балалар, бүгінгі сабақта я әрпі бар сөздерді сауатты жазуға үйреніп, тірек сөздермен әңгіме құрастыратын боламыз. 51 жаттығу: мәтінді дауыстап оқы. Мәтіннің тақырыбы: Бақтияр неге ұялды? Бақтияр мен Саят жолда шелегі суға толы қар әжейді кездестірді. Әжей кішкене жүріп тоқтап демалады. Саят әжейге көмектеспек болды. Сонда Бақтияр: елдің бәріне бірдей көмектесе бересің бе? Деді оған. Бірақ Саят оны тыңдамай, әжейдің шелегін үйіне апарысып берді. Бақтияр бірде шөлдеп келе жатып, ауылдың шетіндегі үйге бұрылды. Ол сол үйден су ішкісі келді. Есікті ашқанда баяғы қарияны көрді. «Іш, балам, іш», деді әжей су беріп тұрып. Бақтияр ұялғаннан суды ішпестен далаға атып шықты. Мәтін Балдырған журналынан алынған. Ал енді балалар, мәтін мазмұны бойынша берілген тапсырмаларды орындайық. Мәтін не туралы? Мәтін үлкендерге көмектесу, үлкендерге құрмет көрсету туралы. Балалар, Бақтияр неге ұялды деп ойлайсың? Оның орнында сен болсаң не істер едің? Балалар, Бақтияр сол кезде қарияға көмектеспеген үшін қатты ұялды. Егер де Бақтиярдың орнында болсақ, Саятқа қосылып қарияға көмектесер едік. Балалар, мәтіндегі қарамен жазылған сөздерді көшіріп жаз. Мәтіндегі қарамен жазылған сөздер Бақтияр, Саят, қарияны сөздері. Осы сөздерді дәптерімізге қатесіз көшіріп жазып аламыз. 52 жаттығу: сөздердегі көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып жазып, оның себебін түсіндір. Пияз, Ұрқия, Дария, Зиян, Аяз. Яғни балалар, көп нүктелердің орнына я әріпін қойып жаздық. Жазылу себебі: я бізде қосарлы дыбыс, ия болып естілгенімен я әріпі жазылады. 53 жаттығу: сызбадағы сөздерді тауып жаз. Мұнда балалар, бірінші сызбада я дыбысы сөздің соңында келу керек. Ал екінші сызбада я дыбысы сөздің ортасында келу керек. Сонда бірінші сызбаға қария, жанұя, дария деген сөздерді жазуымызға болады. Ал екінші сызбаға қоян, пияз, жаяу деген сөздерді жазуымызға болады. 54 жаттығу: жұмбақты оқып шешуін тап. Қалқиып ұзын құлағы елеңдеп қорқып тұрады. Жұмбақтың шешуі қоян. Жұмбақтың шешуіндегі сөзге дыбыстық талдау жаса. Балалар, қоян сөзінде 4 әріп 5 дыбыс бар. 2 буын бар. Қоян болып бөлінеді. 3 дауыссыз, 2 дауысты дыбыс бар. Себебі балалар, я әрпі жеке дыбыс болып саналмайды. Әрқашан 2 дыбыстың тіркесі ретінде айтылады. Сондықтан дыбыстық талдауда я әрпі міндетті түрде и мен а болып бөлініп көрсетіледі. Қ дауыссыз қатаң, о дауысты жуан, қысқа и дауыссыз үнді, а дауысты жуан, н дауыссыз үнді. Мінекей балалар, қоян сөзіне дыбыстық талдау жасадық. Ары қарай 55 жаттығу: құстарға қамқорлық тақырыбында берілген тірек сөздермен әңгіме құрастырып жаз дейді. Мұнда берілген тірек сөздер балалар, құстар, ұя жасау, жем шашу. Ал енді балалар, осы берілген тірек сөздерді қатыстырып, құстарға қамқорлық тақырыбында әңгіме құрастырып жазып көрейік. Құстарға қамқорлық. Көктемде балалар құстарға ұя жасады. Олар ұяны ағаштың бұтағына іліп, ішіне шөп салды. Көп замай құстар келіп сол ұяға қонды. Балалар күнде жем шашып тұрды. Құстар шаттанып сайрады. Балалар құстарды жақсы көріп, оларға қамқорлық жасайды. Мінекей балалар, осы сияқты өздеріңде әңгіме құрастырып жазып көрулеріңе болады. Ал енді балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, келесі жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.